Баршаңызға қайырлы күн достар, менің есімім Махнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге песочный Наполеон тортының рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып, бір жұмыртқаны саламыз. Венчикпен немесе миксердің көмегімен араластырамыз. Енді содаға уксусымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сұйық массамызды жұмсақ сары майымызға құйып, вилкамен немесе миксердің көмегімен араластырамыз. Немесе қолмен араластыруға да болады. Енді електен өткізілген ұнымызды бөлік-бөлікпен саламыз. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Оны тезірек істеген дұрыс, себебі сары майымыз қатты еріп кетпеуі керек. Дайын болған қамырымызды 8 немесе 12 бөлікке бөлеміз. Енді пергамент қағазымызды алып, кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырдың жұп-жұқа болып жайылуы міндетті. Енді осылай тәрелкенің көмегімен домалақ етіп кесіп аламыз. Артық қамырды алып тастаймыз. Қамырымызды осылай вилкамен тесіп шығамыз. 220 градуста 7-10 минут арасында пісіреміз. Қуырыштарымыз осылай әдемі болып қызарып пісіп шықты. Оларда толықтай суытамыз. Енді ыдысымызға кішкене крем жағамыз. Бұл біздің тортымыздың жылжып кетпеуіне көмектеседі. Бірінші коржымызды қойып, 2-3 ас қасықтан крем жаға отырып, тортымызды жинаймыз. Енді 2 коржымызды алып, осылай үгітіп шығамыз. Үгітілген ұсақтарымызды тортымыздың бетіне себеміз. Тортымыздың беті теп-тегіс болу үшін осылай тақтайшамен кішкене ғана басамыз. Тортымызды минимум 2-3 сағатқа немесе түнге тоңазытқышқа жібереміз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақнұр. Келесі кездескенше.